Сен өзің не деп ойлайсың? Киіміне жазып алатындарды көремін. Өзің ойыңда Мен былай ойлаймын, қазақ руға бөлінбейді, қазақ рудан құралады. Яғни ол бізді құрастыруға қызмет ету деп ойлайды. Осы бір жаңағындай жағымсыз әрекеттер кейде бір қоғамда қисық айна тәрізді. Мен оны жақтамаймын. Біз Ақтөбеліндей қазақпыз. Біз 80 миллион емес, біз түрік сияқты, 140 миллион емес, біз орыстар сияқты, миллиард емес, біз Еуропаның көп елінен азбыз, кіші азбыз. Егер де біз осы 11-12 миллионға әрең жеткен қазақты 40 руға бөлетін болсақ, быт-шыт боламыз. Ресейдің тарихында, Ресейдің архивында қазақты қалай жаулап алғаны жатыр бәрі. Көп тарихшылар біледі, қазақты бөліп жарып, руға бөліп, жүзге бөліп, сөйтіп барып жеңген болады. Қазақ біріккенде Аңырақайда ең қауіпті жауына соққы берген. Неге жеңді? Біріккенде жеңді, басы біріккенде. Бұл жерде сен қай жақтансың деп айтқан жоқ. Абылай ханның жанында әр жақтың, әр өңірдің батырлары болды, оң жағында, сол жағында. Егер де біз бұндай науқасқа ілінетін болсақ, анау қазіргі Ливияға ұқсап быт-шыт болып кетеміз. Тайпа дейді. Племена деп жатыр ғой. Племена борются. Племена деген біздің ру болып кетсе не болады сонда? Не боламыз? Быт-шыт болып, кім болса соның аузында кетеміз. Қайтадан бодан боламыз. Ел болайық десе бірігу керек.